Ассалаумағалейкум, қадірмен жанкүйерлер. Ұлттық футбол бағдарламасының кезекті саны назарларыңызда. Ішкі чемпионаттағы матчтардан бөлек клубтарымыздың Еурокубоктегі бәсекелерінде де шолу жасайтын боламыз. Сондай-ақ ұлттық құраманың әр кездесулерде хабарымызда қамтылмақ. Әр аптаның бейсенбісінде арнамыз қосып бағдарламаны өткізіп алмаңыздар. Сонымен біз бастаймыз. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қола жүлденің иегерлері анықталды. Соңғы турда қос балгар мамандарының жолдары түйіскен еді. Ордабасы Ақтөбені жеңгенімен 3-ші тұғырға қол жеткізе алмады. Талдықорғандықтар келесі маусымда бірінші лигада өнер көрсетсе, Тараздың тағдыры қосымша ойыннан анықталмақ. Сондай-ақ Қайрат пен Зальцбург жастары арасындағы ойынға да тоқталатын боламыз. Осы және басқа да ақпараттар алдағы 25 минут уақыт көлемінде. Арнамыздан алыстамаңыздар. Чемпионатта өз мәресіне жетті. 8 айға созылған бәсеке тартысқа толы өтіп, соңғы сәтке дейін чемпиондыққа интрига сақталды. Бірақ ешқандай өзгеріс жоқ. Өткен жылғыдай Астана чемпиондық атағын қорғап қалса, алматылықтар кезекті рет күміс жүлдегер атанып отыр. Бірақ мұнда 3-ші тұғыр үшін таластың қызу өткендігі мәлім. Соңғы сәтте оқ жетпесінде бұл жүлдеден дәмеленгендігі белгілі. Алайда шешуші турда оңбай ұтылды. Ал Ордабасы қарсыласын жеңгенімен қола жүлде бермеді. Ертіс Астанамен тең ойнаған еді. Демек, Бақтияр Байсейітов өз жанкүйерлеріне берген уәдесін орындай алмады. Одан бөлек ел чемпионатымен қош айтысқан командада белгілі. Бұл оқиғалар толықтай баяндайтын боламыз. Ендеше көп сөз бай шолуды бастайық. Екінші турдағы матчтар бірдей уақытта өтіп, барлығы 16 гол соғылған екен. Соның алғашқысына тоқталайық. Кезекті алтылықтағы қос лидердің соңғы турда жолдар түйісті. Атырау мен Тобыл арасындағы бұл ойын ештеңені шешпейтіндігі белгілі. Бірақ жиналған жанкүйерлердің көңілінен шықты. Себебі мұнайшылар 3 топ айырмасымен қарсыластарын ойсырата жеңген болатын. Алайда Атырау бапкері Стойчо Младенов келер маусымда команданы жаттықтырмайтын секілді. Батыстықтарды үлкен өзгерістер күтіп тұр. Осыған дейін Атырау мен Тобыл өзара 45 матч өткізген. Мұндағы 20 жеңіс қостанайлық клубтың қанжығасына болса, 9-ы батыстықтарда. Сондай-ақ 13 матчта бір-бірінен айласын асыра алмай тең тарқасқан. Бір айта кетер жайт, Тобыл бұл маусымда мұнайшыларды бірде-бір рет тізерлете алмаған екен. 2 мәрте тең ойнаған олар алғашқы айналымда да жеңілістің дәмін татқан. Бұл матчта да Атыраудың мықтылығы байқалды. Ойын бастала салысымен қонақтар қақпасына 11 метрлік айып соққысы белгіленді. Александр Куртиян бұрыштамадан допты әуелеткен сәтте Атырау ойыншысына қарсы қақпа алдында ойын тәртібі бұзылған еді. Мұны орындаған Вячеслав Шарпар қақпашыдан айласын асырып, командасын есепте алға шығады. Тобыл қарымта шабуылға көшкен сәтте Шамиль Асилдаров оң қанаттан айбалана қарай Сергей Кижинченкоға оңғатқан болатын. Форвардтың соққысы әлсіз шыққандай. 30 минутта Томаш Шинкович айып соққысын орындап қақпаны тура нысана қалды. Бірақ Жасур Нарзықұлов өз орнында. Ілешала Стефан Эссамеде дәл осындай стандарттық жағдайдан өз бағын сынап көрді. Артынша қонақтардың әуелеткен добынан соң қақпалдында жанталас сәт туып, Марк Курман көзге түскен болатын. Алайда қапталдағы төрешінің жалаушасы көтерілді. Екінші тайм бастау алысымен алаң қожайындары қысымды өтіп, өз деңгейлеріне жетіп тынды. Кезекті доп алмасу барысында Максим Федин сәтті пас шығарып, оны Куртиян жойқын соққысымен нысанаға тура көздеді. 51 минутта Нарзықұловпен жеке дара шыққан Асилдаров шеберлік таныта алмады. Одан соң Алтынбек Сапаров алыстан соққы жұмсап, қақпашыны ойынға араласуға мәжбүр етті. Үшінші гол 67 минутта соғылды. Допқа бір ғана жанасу арқылы өзара пас алмасқан мұнайшылардың бұл шабуылына нүкте қойған Эссаме ойынға да бір жолата нүкте қойғандай. Ал Сапаровтың кезекті рет қақпаны нысана қалуы қауіпті шыққанмен тағы да Сұлтан Бусурманов мықтылық танытты. Артынша Сергей Яворскийдің орындаған қауіпті соққысы назарларыңызда. Бірақ бүгін қақпашылардың керемет сейфтеріне куә болудамыз. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Тіркелген есеп 3-0 Атыраудың пайдасында. Кездесу алдында жігіттерге бұл біз үшін соңғы ойын және жанкүйерлерімізге жеңіс сыйлау қажет екендігімізді айтқанмын. Олар айтқанымды еш бұлжытпады, керемет ойын өткізді. Қос таймда да басымдықты жоғалтпай 3-1 гол соға алды. Шәкірттеріме, сондай-ақ бізді қолдаған жанкүйерлерге алғыс айтқым келеді. Бұл матчтың біз үшін де, қарсыластарымыз үшін де ештеңе шешпейтіндігі белгілі. Жігіттерге маусымның шешуші ойында барын салуға кеңес бердім. Себебі ауа райының салқындығына қарамастан стадионға жиналған жанкүйерлер тартысты ойын көруді қалайды. Бірақ ойыншыларының дайындығы дұрыс болмағандай жеңіліп қалдық. Алайда таблода көрсеткіштің заңды екендігін айтқым келеді. Атыраудың жеңіске деген құлшынысы жоғары болды. Сондықтан олардың бұл жеңістерімен құттықтағым келеді. Дегенмен өмір мұнымен тоқтамайды. Жігіттерді осыдан соң үйлеріне жіберіп, келесі маусымға дайындалатын боламыз. Алға қойылған мақсаттарды орындауға қауқарлы жаңа команда жасақтау қажет. Бірінші алтылықта лайықты бәсекеге түсетіндей. Ойын өте қиынға соқты. Барлығы біз үшін жеңіл болады деп ойлағанбыз, бірақ ол ойымыз қате екен.
Тобылды білесіздер, құрамы жағынан өте мықты. Сондай-ақ өзіндік мақсаттары да бар. Кей ойыншыларымыздың қатарға қосылғандығына қуаныштымын, бірақ Жасурдың бүгінгі жарақаты алаңдатып отыр. Арты жақсы болар деген ойдамын. Вот этап беспокоит. А так, вроде все уже пробили головой. Біз үшін ойын жақсы өтті. Тез арада есеп ашып алдық. Екінші голдан кейін ойын әрі қарай оңайға соқты. Біршама мүмкіндіктер болды, бірақ түйіндей алмадық. Үшінші голды соққанымызда тиімділік әкелді. Қос болгариялық маманның арасында кездесуге тоқталайық. Астана бұл маусымда астарын асап, жастарын жасады. Сондықтан бұл ойында жеңілсе де жоғалтатын ештеңе жоқ. Осы себепті Станимир Столип өзінің ұстазына қола жүлдені сыйлады десек те артық емес. Бұл матчқа кіл жастарын шығарған астаналықтар алаңгерлерінің адуынды шабуылдарына тосқауыл қойып, 0-ік тең нәтижені ұстап тұра алды. Ал етісті қола жүлделермен құттықтаймыз. Бұл командалардың жолы бір-бірімен 27 мәрте түйісіп, оның 15-інде елордалықтар үстемдік танытқан болатын. Ал 6 матчта ертістің асыға алшысынан түскен жайы бар. Мұндағы тең есептер саны да 6. Бұл маусымда қос тарап бір-бірімен 5 мәрте күш сынасқан болатын. Алғашқы айналымда бір-бірінен айласын асыра алмаса, келесі бөлікте Астананың тәжірибесі рөл атқарғандай. Сондай-ақ кубок жолындағы бәсекеде де олардың мерейі үстем. Алғашқы минуттан алаңгерлер қарымта шабуылға ден қойғандай. Осындай сәттердің бірінде Сергей Малый қателікке бой алдырып қойды. Допты іліп әкеткен Карлуш Фонсека сол қанат арқылы жүйткей түсіп ашық тұрған Роман Мұртазаевқа үн-қатты. Форвард бұл мүмкіндікті өз пайдасына жарата алмады. 24-ші минутта Фонсеканың кезекті пасында Мұртазаев нәтижелі аяқтай алмады. Романнан еш қайыр болмаған соң Фонсека кезекті шабуылда өзі алға ұмтылды. Қақпашымен жеке дара шығып биік көздеді. Ертістің сол қапталдан жасалған шабуылда қауіпті шығып, Астананың абыройына кипер тамаша қимылдай білді. Артынша қарсы қапталдан Елдос Ахметов айвалаңдағы командаласын дәл тапқан еді, бірақ соққы биіктеу. 71-ші минутта Казбек Кетериев айвалана допты керемет асырған сәтте Александр Мокин өз елігін аман сақтап қалды. 77-ші минутта Мұртазаев әріптестерінен тамаша пас алып Мокинді кезекті рет сынады. Ал 85-ші минутта Астана 10 ойыншымен қалды. Фонсекаға қарсы ойын тәртібін бұзған Абай Жүнісов кезекті сары қағазын алып алаңнан қуылған еді. Одан соң Джорджи Деспотович қорғаушылардың арасынан сытылып шыққанымен допты өзінен біршама алыстатып алды. Ойынға қосылған қосымша уақыт түгесілер сәтте Фонсека соңғы рет өз бағын сынап көруді мақсат тұтқанымен тағы да соққы траекториясы биіктеу. Осымен матч аяқталды. Ертіс тең нәтижеге қол жеткізіп, биылғы маусымды қола жүлдемен тәмамдады. Командан бүгін барынша тырысқанмен іс жүзінде шабуылдарымыздан ештеңе өнбеді. Шындығын айтқанда Ертіс үздік болды. Астана сапынан бұл ойынға негізгі құрамдағы 4-5 футболшы ғана қатысты, ал қалғандары тек жас ойыншылар. Осыған қарамастан команда берік ойнап жауапкершілік танытты. Алайда шабуылдағы әрекеттерімізді жөнге келтіруіміз қажет. Ертісті Димитар Димитров пен оның бапкерлік құрамын қола жүлделерімен құттықтаймын. Бүгін өте маңызды ойын болды. Жігіттерді өткізген керемет маусымдар үшін құттықтаймын. Сондай клуб басшылығымен қандай жағдай болмасын қолдау білдірген жанкүйерлерімізді құттықтағым келеді. Осыған дейін ауыр жолмен жүріп келдік. Қандай мәселелеріміз болған сіздерге аян. Сонда да 3-ші орынға табан тірей алдық. Футболдың сапа жағына мән берсек, бұл орынды да лайықты жеңіс деп тануға әбден болады. Қазірдің өзінде шешілмеген мәселелер шаш етектен. Футболшыларымыздың келісімшарттары аяқталғанынан бөлек қарыздарымыз да бар. Кубок жолындағы қарымта матчта қосалық құраммен шығуымыз ықтимал. Келесі маусымда бұндай жайттар болмайды деп үміттенемін. Фонсека командада қалады. Оның келісімшарт мерзімі сақтаулы. Ал қалғандарын кейінірек көреміз. Егер қаржы жағы тәуір болса, жақсы команда жасақтамақпыз. Премьер-лигадан ұшып кетуге 3-1 ұжым үміткер болды. Солардың бірі Тараз соңғы турда қарағандылықтармен күш сынасып жеңіске жетті. Бұл оларға өз орындарын сақтап қалуға мүмкіндік сыйлап отыр. Шахтердің де жоғалтатын ештеңесі жоқ. Келер маусымда жоғары лигада бақ сынамақ. Ал Тараз үшін қауіп әлі де сейілмеді. Бірінші лигада 2-ші орын алған Алтаймен қосымша матч өткізіп, Премьер-лиганы келесі маусым сарапқа салмақ. Тараз Шахтермен осыған дейін 50 мәрте кездесті. 25 жеңіс қарағандылықтардың пайдасына жазылса, 15 жеңіс тараздықтарға тиесілі. Одан бөлек 10 ойында таблода көрсеткіште тең нәтиже. Алғашқы айналымда екі жақ бір-бірін сырт алаңда тізерлеткен екен. Ал екінші бөлікте тиісінше өз жерінде жеңіске жеткен. Бұл кездесуде есепке алынып отыр. Ойынның алғашқы бөлігі аяқталар тұста Мәлік Мани айып соғысынан қақпаны нысана қалған еді, бірақ қиыстау. 53-ші минутта ол енді айбалана ене берсен Шацкиді сынап көрді, бірақ қақпашы өз орнында. Арада 1 минут уақыт өтпестен Мане тура сол позициядан кезекті рет соққы жұмсап Шацкиді ойынға араласуға мәжбүр етті. Ал есеп 54-ші минутта ашылды. Біз атаған Мане бұрыштамадан допты ойынға қосқан сәтте Дәуренбек Тәжімбетов аяғымен жанасып ашық қалған тұсқа бағыттаған болатын. Осы жерден табыла кеткен Давронжан Эргашев мүлт кетпей командасын алға шығарды. 56-ші минуттағы Әлішер Сүлейдің шығарған мына пасынан нүкте қоятын ешкім таба алмағандығы алаң иелері үшін өкінішті. Артынша Мане сол қанат арқылы допқа иелік етіп жақын бұрышты көздеп үлгерді. Алайда дәлдік жағы сыр бергендей.
Бұл есеп таблода ұзақ тұрмады. 73-ші минутта Айбар Нұрбековтың қақпалына өйлеткен добын қайтармақ ниетте Тараз қақпашысы қолын созып, иелігін ашық қалдырып қойды. Мұндай сәтте кез келген ойыншы жібере қоймас. Десли Убин ковайланбастан қақпа торын бүлк еткізіп, Тараз басын теңестіріп кетті. Көп ұзамай тараздықтар есепте қайталға шықты. 77-ші минуттағы жылдам ұйымдастырылған қарымта шабуыл кезінде Александр Киров өзіне шығарылған мына пасты аяғымен нәтижелі түйіндей алған болатын. Төрешінің ақырғы ысқырығы да естілді. Қорытынды есеп 2-1. Тараз ел чемпионатындағы орын сақтап қалуға тырыспақ. Оқжетпес Ордабасын жеңгеннен кейін керемет қарқынмен шабыт алғандай еді. Қола жүлдеге үміті оянған олар қайраттан оңбай ұтылды. Соңғы кездері Владимир Мұханов шәкірттері Алматыда ірі есеппен ұтылатын шығады. Бұл өткен маусымнан келе жатқан дәстүр іспеттес. Тым жақсы ойын өрнегін көрсеткен Оқжетпеске сапалы көгал кері әсерін тигізді ме белгісіз. Тағы да халықтық команда еш қинамасын 3 ұпай иеленді. Бірақ бұл жеңіс оларға чемпион атануға еш көмектесе алмайды. Қос тараптың жолдары осыған дейін 47 мәрте түйіскен екен. Мұндағы басымдық халықтық команданың еншісінде. Осы рет 3 ұпайға таласта басымдық танытты. Ал тағы бір 5 матчта Оқжетпес жеңімпаз атанған. Тең ойындар санында біршама 10 матчта кім мықты анықталмаған. Бір қызығы көкшетаулықтар өткен маусымнан бастап Алматыға ат басын бұрған сайын ірі есеппен ойсырай ұтылып келеді. Бұл кездесуде де солай. 5 бірдей жауапсыз доп. Алғашқы шабуыл және гол. Ойынның бірінші минутында Исаил шебер пас шығарып, оны Андрей Аршавин жалғастырды. Алаңда допты сақтап қалған ол қақпалдына қарай үн қатқан сәтте қорғаушылар кері қайтара алмады. Нәтижесінде Жерар Гоу ешкім күтпеген жерден гол соғып есеп ашып кеткен болатын. Одан соң Серж Бандо Нганди өз қапталы арқылы алдындағы ойыншыдан сытылып шығып, қарсылас иелігіне қарай допты қалдырды. Бірақ Жаслан Молдақараев түйіндеуге үлгере алмай қалды. Іле-шала дәл осы қанаттан кезекті мүмкіндік туған еді. Бірақ Александр Чижовқа дәлдік жетіспегендей. 22-ші минутта алаңгелер қарымта шабуылға көшті. Исаил жылдамдығын арттырып, Бауыржан Исламханға үн қатқан еді. Капитан өз соққы жұмсамай Анатолий Тимошукке пас шығарды. Ардагер ойыншының соққысы алыс бұрыштан мүлт кетті. Қалған голдар ойынның екінші бөлігінде соғылды. Бұл процесс мұнда да алғашқы минуттан бастап орын алды. Тағы да қарымта шабуыл. Алдыңғы шептен тамаша ашылған Исламбек Қуат өз қапталы арқылы айбалаңдағы Исаилге допты қалдырған тұста бразилиялық еш жаспастан есеп айырмасын ұлғайта түсті. 49-ші минутта соққы жұмсауға тырысқан Исаилдің жолына қорғаушылар өз қақпалар алдында қолымен жанасып пенальти белгілетіп қойды. Әдеттегідей 11 метрлік айып соққысын орындау Исламханның еншісінде. Паненко үлгісінде орындаған оның бұл пенальтиі сәтсіз шықты. Саша Стаменкович соңғы сәтте ғана қайтарған болатын, бірақ дер кезінде келіп жеткен капитан бұл жолы мүлт кетпеді. Есеп 3-0. Ал 67-ші минутта таблода көрсеткішке тағы да өзгеріс енді. Исламхан сол қанаттан қос бірдей Оқжетпес ойыншысын қапы қалдырып, қақпалына қарай қолымен қойып бергендей пас шығарды. Дәл осыдан табыла кеткен Қуат ашық нысананы дөп көздеді. 86-ші минутта ойынға біржолата нүкте қойылды. Гол қалдырған доптан соң Гафуржан Сүйінбаев Исаилмен пас алмасып, айып спорттық снарядты жерге тоқтатпастан жақын бұрышқа тоғытты. Бұл жерде пастың да, голдың да ерекше болғандығын айта кеткен жөн. Көз алдыңа каталондық Барселонаның ойын үлгісі елестейді. Артынша Тимошук асырған допқа басын тосқан Бауыржан Тұрысбек көзге түсуге шақ қалды. Бірақ Стаменкович шебер қақпашы екендігін кезекті рет дәлелдей алды. Осылайша матчта өз мәресіне жетті. Тіркелген есеп 5-0. Қайрат маусымды тағы да екінші орынмен аяқтауға мәжбүр. Тез арада гол соғып алдық. Бірақ бұл бір жағынан бізге кері әсерінде тигізгендей. Артынша сылбыр қимылдай бастадық. Үзілісте бапкерлермен ақылдасып, екінші таймда басқаша кейіпте қимылдап 4 гол соқтық. Өкінішке орай Стас кішігірім жарақат алып қалды. Чемпион атана алмайтындығымызды біле тұра жігіттер алаңда барын салды. Команданың ойыны көрсетіп жатқан нәтижелері қуантады. Чемпионатта 75 гол соққан екенбіз. Өткізіп те алғанымыз бар. Жұмыс істеуді талап ететін нәрселер көп. Маусымды сәтсіз бастадық. Біршама ұпай жоғалтқаннан кейін чемпиондарды қуып жету оңай емес. Бірақ қолдан келгеннің бәрін істеп соңғы турға дейін интриганы сақтай алдық деген ойдамын. Жанкүйерлер бұл маусымдағы тартыстардан ләззат алды деп үміттенеміз. Осындай құлшыныс, жігер мен ұмтылыстан соң бізге тек чемпиондық атаққа жетеді. Бүгінгі жеңіске жету бізге маңызды болды, өйткені біздің алдымызда тағы Атырау командасы бар, кубокқа дайындалып жатқан психологически түрде. Тренер айтты, бүгінгі ойында барлық күштерің салып ойнаңдар, келесі ойынға спокойно баратындай Атырауға. Чемпионат ұзақ болды, басында кішкене жетпей қалды бір нәрсе, ортасында кішкене жақсы ойнап, бір аяқ жағында осы нәтиже қазір екінші орын болды, қайтып анау жылғыдай. Ойлаймын, осы келесі жылы балалар тағы кеп, барлық күш саламыз салып, бірінші орынға жеткіземіз деп, Қайрат командасының ол арманы ғой, чемпион болу. Мен үшінші жыл биыл, үшінші маусым ойнадым. Барлық көрермендерге рахмет, алматылық барлығы бізді кеп қолдау көрсеткендеріне 3 жыл бойы.
Тек қана олардың алдында тек қана алғысымды айтқым келеді, үлкен бізді кеп қолдағандарына. Бақтияр Байсейітовтің жанкүйерлеріне берген уәдесі естеріңізде болар. Халық маусымның ортасында оны қыспақ қалған сәтте қола жүлдені алып бермесем өз орнымды босатам деген еді. Иә, тырысып баққан рас, бірақ ол іс жүзінде жүзеге аспады. Ақтөбені қабылдаған олар алғашқы минуттан-ақ қақпаларына гол өткізіп алды. Артынша қос бірдей стандарттық жағдайды орындап жеңіске жетті. Алайда қола жүлде көзден ғайып болған еді. Мұндағы екі команданың арасында кездесулер саны 43. 25 жеңіс Ақтөбенің еншісінде кетсе, небәрі 5 матчта шымкенттік команда үздік танылған екен. Сондай-ақ тең есеп тіркелген матчтар да бар. Олардың саны 13. Бұл маусымда батыстық ұжым оңтүстік өлкедегі қарсыластарын бірде-бір рет тізерлете алмаған екен. Бір жеңіліс, екі тең ойын. Есеп 5-ші минутта ашылды. Күтпеген жерден шабуылға көшкен қонақтар өзара пас алмасуда шеберлік танытты. Дидар Жалмұқанның айбаланы енер тұстан шығарған мына добына нүкте қойған Асланбек Кәкімов. 36-шы минутта алаң иелерінің пайдасына 11 метрлік айып соққысы белгіленді. Александр Генрихтен пас алған Еркебұлан Тұңғышбаевқа қарсы ойын тәртібі бұзылған еді. Мұны орындаған Генрихтің соққысы маңдайшадан кері қайтты. Пенальтиден таразы басын теңестіре алмаған шымкенттіктердің айып соққысынан бағы жанды. 40-шы минутта Мардан Төлебектің жақын бұрышты көздеуі өз жемісін бергендей. Есеп 1-1. 51-ші минутта Тұңғышбаевтың жойқын соққысы кезекті рет сыналды. 30 метрдей қашықтықтан бағыттаған соққысына Игорь Трофимец жауап таба алды. Одан соң Генрихтің де соққысы Трофимец тарапынан тосқауылға ұшырады. 84-ші минутта бұрыштамадан доп әуелегенде Абдуллай Дякате қақпаны басымен көздеген болатын. Бірақ Ақтөбенің жас қақпашысы кезекті сейвімен тәнті етті. Көп ұзамай қонақтардың қорғаушылары өз жарты алаңдарында допты алысқа ұзата алмады. Нәтижесінде Мардан Төлебек әріптесімен пас алмасып, айбалана енген сәтте оған қарсы тәртіп бұзылды. Төрешінің көрсеткені нүкте. Алдыңғысына сабақ алған Генрих өзіне берген кезекті мүмкіндікті бұл жолы тиімді пайдаланып командасына жеңіс сыйлады. Артынша уақытта өз мәресіне жеткен екен. 2-1 есебімен жеңіс Шымкентте қалды. Ең алдымен өз жігіттеріме алғыс айтқым келеді. Бүгінгі ойынға негізгі құрамдағы біршама ойыншылар шықпаса да шайқасуға күш таба білді. Алаңдағы барлық жас футболшылар қолдарынан келгеннің барлығын істеп бақты. Әрине, маусымның соңындағы мұндай матчтарды жеңіспен аяқтау ауырға соқпақ. Дегенмен бұл оларға үлкен тәжірибе болды. Командамыздың ойыны Қазақстандағы әрбір қалада керемет футболшылардың бар екендігін растайды. Бүгін кімге алаңға шығу бақыты бұйырды, солар үмітті ақтай алды. Енді сіздерге өте үлкен рахмет. Өте үлкен рахмет. Неге десеңіз, сіздердің көмектеріңізден бүгін ұттық. Мынау ойынды қазір енді өздеріңіз білесіздер ғой, қанша да болса да алаң онша не алғанымен балдар енді жақсы ойын көрсетті деп өзім ойлаймын. Мына енді біз өздеріңіз көрдіңіздер ғой, бір 15-16 угловой берді. Ол да енді футболда басымшылық дейді. Сол себептен сіздерге айтатын үлкен рахмет. Енді Құдай қаласа үшінші орынға өздеріңіз күтіп отырған соған енді бас немізді саламыз. Ең маңызды ойынға тоқталайық. Бұл матч тіпті алғашқы алтылық ойындарынан маңызды. Өйткені қай команданың келер маусымда бірінші лигада өнер көрсететіндігі шешілмек. Және осыған басты үміткер болған қос ұжымның жолдары түйісті. Ақжайық Талдықорғанға қонаққа барып жеңіске деген құштарлығының басым екендігін дәлелдеді. Ал жетісу соғылған голдарға жауап таба алмай ел чемпионатындағы орын қызылордалық Қайсарға босатуға мәжбүр. Осыған дейін аталған командалар арасындағы матч 23 мәрте өткен екен. Оның 11-інде оралдықтардың мерейі үстем болса, 10 ойында жетісу өз жанкүйерлерін қуанта алған. Ал тең есептер саны 2. Бұл маусымдағы алғашқы бөлікте талдықорғандықтар мықтылық танытқан еді қос кездесуде. Ал келесі бөлікте Вахид Масудов шәкірттері кеткен еселерін кері қайтарды. Жиналған жанкүйерлер голға 33-ші минутта куә болды. Руслан Валюлиннің сол қанаттан асырған пасын Предрак Гавидалице жалғап Эдуард Сергеенкоға қалдырды. Соңғысы соққы жұмсауда сауаттылық танытып есеп ашып кеткен болатын. Артынша қонақтар таразы басын теңестіруге тырысты. Деян Жермановичтің мына бір әрекеті сөзімізге дәлел. Алғашқы тайм аяқталар сәтте Гавидалице айып соққысын орындап қақпаға біршама қауіп төндірді, бірақ қақпашы өз орнында. Ойынның екінші бөлігі бастау алысымен Константин Дудченко да өз бағын сынап көрді, бірақ нысанадан біршама биіктеу шықты. 58-ші минутта Ақжайық ойыншылары қарымта шабуылға көшті. Допқа иелік етіп алғазай түскен Эльдар Абдрахманов айвалаңдағы пас тұраған Фредди Каранельге үн қатқан еді. Ортиз бұл жерде ашық қалған қақпаны көздеуде еш жаңылмай есепті еселей түсті. Алыстан соққы жұмсауда Дудченко да қорғалмады, алайда доп киперден кері серпілді. Матиас Рубионың да одан кейінгі мына бір соққысы жойқын шыққан жайы бар. Матчта өз мәресіне жетті, тіркелген есеп 2-0. Бұл ойынға деген пікірім қысқаша. Қос команда да премьер-лигада қалуға әбден лайық. Басшылық командалардың санын ұлғайтуды қолға алса деймін. Себебі екі ұжым да ел футболының дамуына зор үлес қоспақ.
Ал ойынға тоқталар болсам, бұл кездесуге тыңғылықты дайындалдық. Жігіттерге футбол ойнап жанжалдан аулақ болуды айтқанмын. Және ол ойлағанымызда бүгін жүзеге асты. Жігіттерге алғысым шексіз. Көбісі бізді тіпті бірінші лигаға аттандырып та қойған болатын. Бірақ біз әрбір ойында алаңға тек жеңіс үшін ғана шықтық. Бар болғаны осы. До последнего там... Я думаю, все поймут. Пікір қалдыратындай да ештеңе жоқ. Шындығын айтқанда, чемпионаттың екінші бөлігі біз үшін жарыс емес, серік болғандай. Барлығы түсінер деген ойдамын. Жаратқан ем барлығын көріп тұр, сондықтан әділ ойнаған командаға жақ болар деп үміттенгем. Жанкүйерлердің барлығынан кешірім сұраймын, сіздерді де түсінемін. Барлығына өзіміз кінәліміз. Тағы да қайталап айтам, чемпионаттағы болған жайттар ойын емес, цирк болғандай. Ал бүгінгі матчта оралдық ұжым мықтылық танытты. Ну, в принципе, я критику воспринимаю. Чемпионатта өз мәресіне жетті. Қорытынды турнирлік кесте мынадай кейіпте. Астана 73 ұпаймен кезекті чемпиондық атағын қорғап қалды. Ал алматылықтардың ұпайы олардан 2 санға қалық. Ертіс 49 ұпаймен 3-ші тұғырдан көрінсе, Ордабасының еншісінде 48. Көкшетаулықтар өз кезегінде 5-ші сатыда болса, Ақтөбенің көрсеткіші 36. Енді кезекті алтылыққа назар аударсақ, мұнда тобыл топ жарды. Еншілерінде 41 ұпай бар. Ал Атырау 39 бен 2-ші тұғырда. Шахтер 36 көрсеткішімен 9-ші орында орналасса, оралдықтар 35 талқымдады. Одан кейінгі саттағы Тараздың еншісінде де 35 ұпай. Жетісу болса 31 ұпаймен турнирлік кестені қорытындылап, ел чемпионатымен қош айтысты. Ал сүрмегендер тізімі мынадай. Иварлық шабуылшы Жерар Го бұл маусымда да 22 голмен алдына жан салмай үздік атанды. Ал екінші сатта 18 гол соғып үлгерген Роман Мұртазаев орналасса, үздік үштікті 17 рет қақпаны тура көздеген Бауыржан Исламхан түйіндеді. Сондай-ақ Тараз форварды Малик Мане 13 мәрте көзге түскен екен. Ал тобылдық Душан Савичтің көрсеткіші 12. Астаналық Азат Нұрғалиев 12 голының 4-еуі пенальтиден болған соң Савичтен кейін орналасқан. Одан соң 10 рет мергендігімен танылған Сергей Кижинченко жайғасқан. Артынша дәл осындай көрсеткіші бар Александр Гейнрих тиісінше 8-ші сатыда болса, 9-ші орынға Серж Бандо Нгамбе түсіп қалды. Оның еншісінде 9 гол бар. Сондай-ақ Андрей Аршавин 8 рет қарсылас қақпасынан саңылау тапқан. 32-ші турға шолу жасадық. Енді келесі апта маусымға қорытынды жасайтын боламыз. Ақпараттарды толығырақ жеткізіп, үздіктерді жарияламақпыз. Ал әзірше 32-ші турдың командасын бірге анықтайық. Бұл кезеңде өз позициясында кімдер жақсылығынан танылды? Ақтөбе қақпашысы Игорь Трофимец Ордабасы қарсы ойында біршама соққыны қайтарып, керемет сейфтермен таңғалдырды. Сондықтан қақпа иелігіне дәл осы кейіпкер лайық. Ал қорғаныстағы шеп мынадай ойыншылардан құралмақ. Сол қанатта Ғафуржан Сүйімбаев, ортаңғы тұста Александр Киров пен Абдил Ламанш болса, оң қапталдағы үздік Исламбек Қуат. Жартылай қорғаныс шебі мұнда 3 бірдей ойыншылардан құралған. Сол қапталда Фредди Каранель соңғы ойында керемет өнер көрсеткен еді. Ортаңғы тұс Стефан Гиессаменің қарауында. Тиісінше оң қаптал Эдуард Сергеенкоға тиесілі. Шабуылда қос қанатта Карлош Фонсека мен Еркебұлан Тұңғышбаев белсенді қимылдады. Сондай-ақ өткір шабуылдағы шебер форвард Жерар Го. Ал ақжайық бапкері Вахид Масудов командасы үшін маңызды ойында жеңіске жетіп, ел чемпионатындағы орын сақтап қала алды. Демек құрамның жаттықтырушысы болуға әбден лайық. Кеше алматылық Қайраттың 19 жасқа дейінгі жастары УЕФА лигасында бақ сынады. Плей-оффта Аустрияның Red Bull Зальцбург ұжымына қарсы өткен сырт алаңдағы матчта футболшыларымыз 8-1 есебімен ойсырай ұтылды. Енді қарымта матчты күтетін боламыз. Қайрат жастары осыған дейінгі раундта грузиялық ұжыммен күш сынасқан болатын. Тбилисилік Динамомен болған қос ойында алматылықтар ірі есеппен жеңіске жетіп, плей-оффқа жолдама алды. Тбилисиде өткен алғашқы матчта халықтық команда 3-0 есебімен айлас асырып кеткен еді. Ал өз алаңдарында қарымта матчта 5-1 көрсеткішін тіркеп жанкүйерлерін қуантқан болатын. Алайда бірінші гол біздің қақпамызға енді. Ойынның небәрі 7-ші минутында Георгий Чакведадзе есеп ашса, алаң иелері оларды қатаң түрде жазалағандай. Акмаль Бақтияров, Максим Котов, Жандос Солтан, Артем Попов және Рамазан Уразов көзге түсіп, жеңісті біржолата жұлып алды. Осыдан соң Қайраттың плей-оффтағы қарсыластары анықталды. Ол Австрияның атаңызға айналған клубтардың бірі Зальцбургтік Red Bull. Мұндағы ауа райы қазақстандықтар үшін қолайсыздық танытқандай. Матчтың өтуіне бір күн бұрын қала жылы кейіпте болатын. Кездесу басталуға шақ қалғанда нөсер жауып, ойыншыларға біршама ауыртпашылық түсірді. Халықтық команда жастарына бұл матчта салқынқандылық мен шеберлік жетіспегендей 8-1 есебімен ойсырай ұтылды. Тіпті алаңнан бір ойыншысы да қолған еді. Red Bull сапынан Ханнес Вольф хет-трик жасаса, албаниялық легионер Мергин Бериша пентатриктің авторы атанды. Ал қонақтар сапынан Жандос Сұлтан көзге түсті. Енді қарымта матч 23-ші қараша күні Алматыда өтетін болады. Хабарымыздың соңына да келіп жеттік. Сіздерге сапалы шолу ұсындық деген ойдамыз. Бүгін Еуропа лигасының 4-ші туры аясында елордалық Астана өз алаңдарында грекиялық Олимпиакосты қабылдап қарымта матч өткізбек. Бұл кездесуді біздің арнадан тамашалай аласыздар. Ал матчқа шолуды келесі аптада назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ келер санымызда чемпионатты қорытындылайтын боламыз. Арнаны қарай жүріңіздер.
Бүгінгі хабарымыз осымен өз мәресіне жетті. Құрметті жанкүйерлер, әр аптаның бейсенбісінде отандық футболды насихаттайтын ұлт футбол бағдарламасын өткізіп алмаңыздар. Сондай-ақ жобаның әлеуметтік желідегі парақшаларына тіркеліп, ақпараттарға бірге куә болайық. ВКонтакте желісіндегі футбольный новости, оңтыба, қазақ футболы және кезет футбол топтарына алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Спортпен шұғылданыңыздар.